Енді мен 21 күннің ішінде өзіңді қалай өзгертуге болатыны жайлы ақпарат бергім келеді. Біріншіден, ерте тұру керек. Хотя бы сағат 5:30-5-тен, ең болмағанда 6-дан тұрғаннан кейін жылы су ішеміз. Лимонмен болса өте жақсы. Содан тез киінеміз де сыртқа шығып, ең деген болмағанда бір 6000 шаг жүруіміз керек. Ол жүрген кезде біз бос жүрмейміз. Жарты сағат 40 минут жүруіміз керек. 6000 шаг дейміз. Одан да көп болу керек. Телефонмен Ясин сүресін тыңдап жүріңдер. Сол кезде бастарыңдағы, мидағы бейберекет ойларың азаяды. 2 километр жүрген кезде біздің бойымыздағы ескі энергияларымыз шыға бастайды. 4 километр жүрген кезде біздің денеміз терлей бастайды. Тер арқылы ескі энергияларымыз шығады. 6 километр жүрген кезде бізге жаңа идеялар келе бастайды. 8 километр жүргенде бізге сол жаңа энергияны, идеяны іске асыру жолдары ашыла бастайды. Өстіп 10 дейміз, 12 километр жүрген кезде сөйлеу болмау керек біреумен, или басқа нәрсені ойлау болмау керек. Ясин сүресін тыңдап жүреміз. И желательно салауат айтамыз, или зікір айтамыз, или аффирмация дейміз. Содан келгеннен кейін оны күнделікті бір уақытта істеп отыру керек. 21 күн тоқтатпай. Содан кейін прогулкадан келгеннен кейін қайтадан отырып жылы су ішеміз. Бәрін бісміллә деп отырып. Бісміллә деген біздің жанымыздағы жаман низкий нәрсе дейміз, соларды алып тастайды. Үйге кіргенде амандасып кіреміз. Үйден шығарда айтып шығатын сөздеріміз бар, соларды айтуымыз керек. Сол кезде біздің өміріміз өзгере бастайды. Бұл бірінші қадам.